бүгін бірлігіміз жарасқан тәуелсіз елім бар атты концерттік мерекеге қош келдіңіздер. Бүгінгі күн қалай өтіп жатыр? Жалпы Орал тұрғындары қандай көңіл күйде екенін бірге білетін боламыз. Көрдім бесен мұндай өзге ел бар ма? Жалпы мемлекеттік мынау рәміздер күні ең қастерлі мерекелеріміздің бірі. Сондықтан да мен ойлаймын, осы жерде қазір жоқ дегенде бір 5-10 мыңдай тұрған сияқты. Мен шамалауымша бұның барлығы да осы халықтың біздің мынау мемлекеттік рәміздерге деген, жалпы отансүйгіштікке деген патриоттық сезімдерін осы бүгінгі халықтың көңіл күйінен көруге болады. Сондықтан да біз халыққа осы бүгін жақсы көңіл күй сыйладық деп ойлаймыз. Әлемге жар салады, құшақ жая бәріңді, қазақ елі қарсы алады. Көңіл қалай бүгінгі? Өте керемет. Жалпы концерт қалай өтіп жатыр? Концерт өте керемет деңгейде. Жалпы Орал қаласында бұған дейінгі ашық алаңда концерт осы жылдағы ең алғашқы концерттің бірі шығар. Және Қазақстанның басқа да эстрада артистерінің қатысуымен өте керемет деңгейде, және дәл қазір Дастан Оразбек өнер көрсетіп жатыр. Осыдан кейін шығатын өнерпаздарды асыға күтетін боламыз. Сәлем қыздар, көңіл күйлерің қалай? Керемет! Жалпы Оралға Дастан Оразбек келіп жатыр. Қандай әсердесіздер? Күтпеген болдық. Келген деген кезде үйден жылдам шығуға тырыстық. Асығып, ентігіп келдік. Бегімай өлең естігенде көңіл күйіміз қатты көтерілді. Өте қуаныштымыз, бәрін мерекелерімен құттықтаймыз. Жалпы Орал қаласының тұрғындарына не тілейсіздер мерекеге орай? Мерекеге орай оларға сәттілік, бастары аман, денсаулықтары жақсы болсын. Халық сағынып қалды осындай концерттен. Және де бүгін халықтың реакциясы, ықыласы өте бір ерекше болып тұр. Сондықтан да Орал, рахмет. Сізге керемет әсер береді ме? Өте. Енді менің ойымша сахнада көрген шығарсыздар керемет әсер алғанымды. Сондықтан да мен айттым ғой, халыққа неғұрлым егер ықылас көрсететін болса, соғұрлым менің арқам ұстайды. Вообще кереметсіз. Рахмет. Өзіңе ашылайын, жүрегіммен ғашық едім саған. Важно гостеприимство, да, в данном случае. И вот этот вот он такой союз у нас был с людьми, с народом, это самое важное. И спасибо хочу сказать всем жителям города Урал, на самом деле, что прекрасно создают сами атмосферу этого праздника. Это очень-очень круто.